Күннің басы жаңалығынан бастай, әлем жұртының төбе шашын тік тұрғызған коронавирус біздің елге де жетті. Қауіпті індет Германиядан келген 2 отандасымыздан анықталыпты. Түркістан облысының Мақтаарал ауданында кешелі бері 22 мыңнан астам адам эвакуацияланды. 10-ға жуық ауылды су басты. Су тасқынынан зардап шеккен мақтааралдықтарға Алматыдан 20 тонна азық-түлік жеткізілді. Қайырымдылық шараға салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры ұйытқы болған. Мақтаарал ауданындағы су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға арналған Мырзакенттегі жаңа шағын ауданнан белгілі меценат Болат Назарбаевтың салиқалы ұрпақ қоры 20 үйдің құрылысын бастап кетті. Көгімде жайнаған мөп-мөлдір көк аспан, байрағым желбіреп аспанмен таласқан. Тәуелсіз еліме күл әлем санасқан, рахмет. Байтақ бұл даламның бірлікпен бағасқан, алыспен тату боп жақынмен жарасқан. Кең пейіл халқыма құшағын кең ашқан, рахмет. Бүгін Алматы қаласы мен Алматы облысының оқушыларына 1000 су жаңа ноутбук таратылды. Игі шараға салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры мұрындық болған. Біз бәрінде жеңеміз, біз ертеңге сенеміз, біз бір тұтас кеңес. Меценат Болат Назарбаевтың салиқалы ұрпақ қоры қатерлі аурумен күреске 150 миллион теңге бөлді. Талдықорғанда 3000 адам еркін сиятын үлкен мешіт ашылды. Құлшылық орны Болат Назарбаевтың салиқалы ұрпақ қоғамдық қорының қолдауымен салынды. Азаттық толғауын ақыным толғаған, ақсақал атасы батасын жолдаған. Жастарға бабаның дәстүрін жалғаған, рахмет. Ертеңге сенеміз біз, бір тұтас кеңеміз әлемде. Біз сабырмен жеңеміз біз, ертеңге сенеміз біз, бір тұтас халықпыз әлемде. Біз сабырмен жеңеміз біз. Салиқа ұрпақтың арқасында мен баспана болдым. Оларға көп рахмет, мен өте ризамын.